Ой, Шымкентім ай. Шымкентке келсең, Шымкент қонақ үйіне тоқтайсың. Ал егерде Шымкентке келіп тамақ жеген келсе, әрине Көксарайдан бастайсың. Көксарай ол тек қана шымкенттіктер ғана емес, бүкіл қазақстандықтар білетін ресторан. Бүгін сіздермен бірге барып, сол жерде плов дайындайтын боламыз. Нағыз шымкентский пловты көреміз. Көксарайдың жүрегі асханасындамыз. Дәл осы жерден бүкіл астар ішке қарай кететін болады. Біздің бас аспапшымыз Достаев сіздер үшін нағыз пловтың көкесін көрсететін болады.
шынымды айтсам, пловты тек қана өзбектің ұлттық тағамы екен деп ойлап жүрдім. Сөйтсем 18 мемлекеттің ұлттық тағамы екен. Былай қылайық, осы видеоның астына сіздер өз варианттарыңызды жазыңыздар. Толықтай 18 мемлекетті жазған адамды мен келесі бағдарламада көрсететін боламын. Ал сіздер подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мынандай жерде тұрады өзі. Подписаться дегенді басасыздар. Және де номер 1 плов ол тек қана Көксарайда. Шымкентке келіңіздер. Осы жерден табылыңыздар. Көксарай.